Сәлеметсіздер ме, болашақ магистранттар. Бүгін біз магистратураға қалай түсеміз, сол туралы айтатын боламыз. Егер сіздің жоғарғы біліміңіз болса, магистратураны тапсыра аласыз. Магистратураны оқыту екі бағытта жүреді. Олар ғылыми педагогикалық бағыт және бейіндік бағыт. Ғылыми педагогикалық бағыт 2 жыл, бейіндік бағыт 1 жыл. Өтініштерді мына сайтта қабылдайды. Осы сайтқа кірсеңіздер, өтініштерді жіберу уақыты барлығы көрсетілген. Олар 1 маусым және 15 шілде, 1 және 18 қараша аралығында. Тест өткізу уақыты 20 шілде мен 10 тамыз және 19 қараша мен 11 желтоқсан. Екі дата не үшін берілген? Себебі біз жылына 2 рет тапсыра аламыз. Кешенді тестілеу электронды форматта өткізіліп 3 блоктан тұрады. Шет тілі бойынша тест, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест және білім беру бағдарламалы тобының бейіні бойынша. Бұған жалпы алғанда 4 сағат беріледі, яғни ағылшын тесті және оқу сауаттылығы және өзіңіздің пәніңіз бойынша тест болады. Егер де сізде шет тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификат IELTS, мысалы TOEFL болса, сіз ағылшын тілін тестін тапсырмай-ақ өткізе аласыз. Биылғы жылы ғылыми педагогикалық магистратураға түсу үшін шекті балл 75 баллды болды, ал бейінді магистратураға 50 баллды құрады. КТА, яғни кешенді тестілеуге қатысу құны 14.693 теңгені құрайды. 2023-2024 оқу жылында магистратураға түсуге 13 мыңнан астам грант бөлінді. Құрметті болашақ магистранттар, егер де осы бейне жазбам ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.